Өткен жылдан бері аймақ басшысының тапсырмасына орай облыс елді мекендеріндегі кітапханалар жанынан 125 цифрландырылған ақпараттық және 21 коворкинг орталығы ашылған. Бүгінде ол орталықтар арқылы ауыл тұрғындары КАО Сықша Жамбыл сайты және YouGov.kz порталындағы қызмет түрлері арқылы қажетті ақпараттарын алып отыр. Бұл туралы бүгін облыстық мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының есепті жиынында жан-жақты айтылды. Облыс әкімі Асқар Мырзахметовке аталмыш басқарма басшысы Дүйсенәлі Бұқыбаев саладағы жұмыстар мен өзекті мәселелер туралы баяндады. Ағымдағы жылдың 9 айында 76 цифрландырылған ақпараттық орталық ашылып, жоспар артығымен орындалса, жыл соңына дейін тағы 25 округте осындай ақпараттық орталықтар пайдалануға берілмек. Айта кетейік, есепті мерзімде аталған орталықтармен ауылдықтарға 13.329 анықтама беріліп, сайт арқылы 4.826-дан аса сұраныс қанағаттандырылған. Басқарма басшысы елді мекендерді мәдениет нысандарымен қамту және олардың халыққа қызмет көрсету деңгейін арттыру картасына сәйкес 2019-2021 жылдары 26 елді мекенде ауылдық клуб ғимараттарын соғу жоспарланып отырғанын жеткізді. Сонымен қатар цифрлы Қазақстан мемлекеттік бағдарламасын іске асыру мақсатында Жамбыл облыстық мемлекеттік архивіне электрондық архив ақпараттық жүйесі бағдарламасына жергілікті бюджеттен 15 миллион теңге бөлініп орнатылыпты. Жиында кітапханалар, театр мен музейлердің жұмыстарын жандандыру мәселелері көтеріліп, көрсеткіштер негізге алынды. Асқар Исабекұлы өңірдегі кітапханалар жұмысын оңтайландыруды, өнер ұжымдарының ауылдық мекендерге гастрольдік сапарларын жүйелі түрде ұйымдастыруды, театр қойылымдарын әлеуметтік желілер арқылы тарата отырып, көрерменнің қызығушылығын арттыруды тапсырды.